Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2019 жылғы «Красные туфельки» и 7 гномов атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине, лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар, ал біз көпке созбай осымен бастаймыз. Ертегілер аралында көптеген ханзадалар, патшайымдар, сиқыршылар және де айдаһарлар мекендейді. Бұл аралға қауіп төнсе, қала тұрғындары үнемі көмекке жеті батырды шақырады екен. Бір күні кезекті ханшайымды айдаһардан құтқару кезінде батырлар жасыл түстес әйелге кезігіп, оны сиқыршы ретінде қабылдайды. Топтың басшысы Мерлин көп ұзамай қызға шабуыл жасағанда, ол сиқыршы емес, феялардың патшайымы болып шықты. Және ашу үстінде жігіттерге ауыр қарғыс жібереді. Ендігіден бастап олар бір-біріне қараса жасыл гномға айналады екен. Ал бұл қарғыстан құтылудың тек бір жолы бар, ол әлемдегі ең сұлу қызды сүйіп алу. Биік сарайда тұратын Регина атты патшайым шын мәнінде патшалықты жаулап алған зұлым сиқыршы. Регина сиқырлы ағашқа келіп, оған күннің сәулесі түскенде ағаштағы алмалардан қалай қызыл туфлиге айналғанын көреді. Туфлиді киген кәрі сиқыршы сол сәтте жас әрі сұлу қызға айналады. Бірақ өкінішке орай туфлидің әсері ұзаққа созылмайды екен. Түнде Регинаның асыранды қызы толықтау келген Белоснежка білдіртпей сиқырлы ағашқа қарай бармақшы. Миньондардан тығылып жүргенде ол әкесінің жазбаларына тап болады. Патшаның айтуынша алғаш рет Регина сарайдың алдында жас әрі сұлу қыз ретінде пайда болыпты. Және көп ұзамай екеуі үйленген екен. Бірақ Регинаның сиқырлы ағашы үлкейген сайын қалада адамдар жиі жоғала бастапты. Сонда әйелін аңдаған патша оның кәрі сиқыршы екенін түсінеді. Белоснежканың айтуынша әкесі оны сиқыршыдан жасырып, патшайымды жеңу үшін оған тезірек жеті батырды табуын өтініпті. Және содан бері жас қыз әкесін көрмеген екен. Таң атқанда Белоснежка ағаштан қызыл алманы жұлып алады. Сол кезде пайда болған Регина сұлу қызды көріп, оны ұры деп ойлайды, бірақ шын мәнінде ол туфли киген Белоснежка болатын. Сиқыршы тездетіп ұрыны ұстамақшы, бірақ Белоснежка оның ұшатын таяғына отырып сарайдан сәтті қашып шығады. Регинада тек шындықты айтатын сиқырлы айна бар. Айнаның айтуынша әлгі қыз ендігіден бастап патшалықтағы ең сұлу қыз болып шықты. Және оны қолға түсіру үшін Регинаға адамдар табуға кеңес береді. Осы кезде Белоснежка жеті батырдың үйіне келіп сәтсіз қонған болатын. Ішке кірсе, дәл қазір үйде ешкім жоқ екен. Бір кезде айналадан бөтен іздерді көріп, батырлар іште фея патшайымы отыр деп ойлайды. Бірақ іштен сұлу кейіптегі Белоснежканы көрген гномдар аң-таң болып тұр. Ганс болса жас қызды арттан табақпен ұрып ұйықтатпақшы. Біраз уақыттан соң есін жиған Белоснежка үйге ескертпей кірген үшін кешірім сұрайды. Айнадан өзінің жаңа түрін көрген Белоснежка өз көзіне өзі сенер емес. Бірақ жас қыз өзін ханшайым ретінде көрсетуі керек. Гномдар қыздың есімін сұрағанда, ол көп ойланбастан өзін қызыл туфлидегі ханшайым деп таныстырады. Жауап ретінде гномдар да өздерін таныстыруда. Ханзада Середняк өзінің туылған күніне әртүрлі ханшайымдарды шақырумен әлек, бірақ ешқайсысының келетін түрі жоқ. Осы кезде пайда болған Регина ханзадаға қызыл туфли киген ханшайымның суретін көрсетеді. Ханзада бұл қызды тез арада тауып өзінің туылған күніне шақырмақшы. Осылай зұлым сиқыршы өз мақсатына ханзаданы пайдалануда. Түнге қарай Белоснежка сырттан әкесін көргендей болады. Сөйтсе ол алып қоян болып шықты және дәл қазір шабуылдағай тұр екен. Көмекке келген Мерлин көп ұзамай қояннан ауыр соққы жейді. Бірақ арттан келген Артур қоянды жеңіп, осылай бәрі бірге үйлеріне қайтады. Гномдар қызға әкесін табу үшін қала бойынша іздеу салмақшы. Артур таста орналасқан қылышты қанша тартса да алатын емес. Бір кезде ханшайымның қылышты алғанын көргенде жас жігіт өзін әлсіз және бақытсыз сезінеді. Ханшайым одан тез арада кешірім сұрап қылышты қайта орнына қояды. Осы кезде Мерлин ағаш қоянды күзетуде. Жас жігіт сәбіздің арқасында қоянды басқарап, көп ұзамай оның үстіне мінеді. Артур мен ханшайым әкесінің суреті бар қағаздарды қала бойынша таратып жүр. Бір кезде жас қыз өзіне де іздеу салғанын көреді.
Ханшайымға кезіккен середняктың күзетшілері жас қызды танып, оның артынан қумақшы, бірақ туфлиді шешкен Белоснежка оларды алдап үлгереді. Енді қала күзетшілері қыздың туфлиімен ойнауда. Ашу үстінде жас қыз сарбаздардың бірін ұйқыға жібереді. Осы кезде көмекке Мерлин келіп, Белоснежканы басқа қыз деп ойлайды. Тездетіп туфлиді кигенде жас қыз қайта ханшайымға айналып, екеуі бірге қоянға мінеді де сарбаздардан қашып құтылады. Ханзада Середняк өзінің әскерлерімен бірге 7 батырдың үйіне келіп, олардан ханшайымды талап етуде. Бірақ батыл жігіттер онымен шайқасуды шешеді. Осы шайқаста басты рөлді Пино, Ноки және Кио атты 3 егіз атқарады. Өздері құрастырған роботпен Ханзаданың әскерлерін ойсырата жеңуде. Ханшайым болса гномдарға алғысын білдіреді. Кешке қарай ханшайым жас жігітке өзінің шынайы бейнесін көрсетпекші. Бірақ Мерлин туфлиді қанша тартса да шешілетін емес. Өзінің сарайына келген Середняк іштен Регинаны кезіктіреді. Регина өте ашулы және Ханзадаға арнап қызыл алма бергенде, бұл алма оларды ағаш құбыжықтарға айналдырады. Келесі күні жігіттер егіздердің роботын әуеге шығарып, қала бойынша іздеу салған қағаздарды жаудыруда. Бірақ Мерлин роботты басқара алмай ханшайыммен бірге жерге құлайды. Екеуі әңгімелесіп болған соң ханшайым Мерлинді сүйіп алады. Бірақ неге екені белгісіз, Мерлиннен сиқыр кететін емес. Гном ханшайымнан қайта сүюді өтінгенде, арттарынан құбыжыққа айналған Ханзада және оның әскерлері пайда болады. Жас жігіт 2 құбыжықты жеңіп, Ханзада тұрған жартасты жару арқылы оны төменге жібереді. Бірақ Ханзада Мерлинді де ұстап алып, осылай екеуі бірге суға құлайды. Артынан суға секірген ханшайым Мерлинді құтқармақшы, бірақ оны тастардың арасынан алып шығуға жас қыздың күші жетпейді екен. Сонда туфлиді шешкен ханшайым өзінің бұрынғы күшін қолдануда. Мерлинді құтқарып, жас қыз тез арада жағаға шығады. Осы кезде Регинаның роботтары пайда болып, айна арқылы Регина сұлу қыздың Белоснежка екенін түсінеді. Кешке қарай Белоснежка жас жігітке өзі жайлы айтуда. Жас қыз тек сұлу болсам ғана батырларды көмекке шақырам деп ойлаған екен. Ал Мерлин болса не айтарын білмей отыр. Өз-өзімен жеке қалу үшін Мерлин орманға қарай кетеді. Жас жігіт Белоснежканың табиғи түрін ұнатқан болып шықты. Ал Белоснежка туфлиді қайта кигенде Мерлин одан шешуді өтінеді, өйткені жас қыз сиқырсыз да өте сұлу көрінеді. Туфлидің шешілмейтінін көрген Мерлин жас қызға қызыл алма ұсынуда. Осы кезде арттан келген шынайы Мерлин не болып кеткенін түсінер емес. Сөйтсе қызға алма ұсынып тұрған шын мәнінде Регина болып шықты. Регина ханшайымды сиқыр арқылы өз сарайына келеді. Мерлин болса миньондардан басқа жігіттерге хабар беруін өтініп, өзі жалғыз сарайға қарай аттанады. Жігіттер сиқыршыға қарсы барынша дайындалуда. Ағаш қоян Мерлинге сарайға кіретін құпия жолды көрсетпекші. Көп ұзамай Регина жас жігітті де тұтқынға алып, егер Белоснежка алманы жемесе, онда Мерлинді өлтіремін деп қорқытады. Алманы жеген Белоснежка көп ұзамай кішкентай ағашқа айналады. Ал сиқырлы айнаның айтуынша, ағаштан қызыл туфли өсіп шыққанда, Регина оларды киіп патшалықтағы ең сұлу әйелге айналады екен. Ашуланған Мерлинді шырмауықтар жіберетін емес. Осы кезде көмекке келген батырлар сарайда шайқасты бастайды. Джек ауыр соққымен сиқырлы айнаны сындырады. Күннің шуағынан ағашта туфли өсе бастайды. Сиқыршы тез арада оларды киіп алмақшы, бірақ осы кезде Мерлин келеді. Жас жігіт Регинаны құшақтап биіктен бірге құлайды. Мерлин өзін құрбан ету арқылы осылай Регинаның да көзін жояды. Онымен бірге сиқырда жоғалғанда әлгі алып қоян патшаға айналады. Ал миньондар кішкентай балалар болып шықты. Егіздер жас қызға ауыр жарақат алған Мерлинда келеді. Өмірінің соңғы сәтінде Мерлин қызға әлемдегі ең сұлу жан екенін жеткізеді. Ханшайым оны сүйіп алғанда, гном қайта адамға айналып есін жинайды. Қалған жігіттер болса Мерлиннің қасында неге толық қыз тұрғанын түсінер емес. Осылай Мерлин мен Белоснежка тұрмыс құрыпты. Қалған батырлар да өз махаббаттарын тауып, осылай қайта адамға айналған екен.
Осымен біздің красные туфельки и 7 гномов атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.